Қайырлы күн. Бүгін біз сізбен концентрация тақырыбын қарастырамыз. Концентрация тақырыбына байланысты қандай есептер бар жалпы. Қазір біз 3 деңгейдегі есептерді шығарып көреміз сіздермен. Мына бірінші деңгейде мысалы 20% 200 грамм тұз ерітіндісі бар дейді. Құрамында неше грамм тұз бар? Яғни мына пайыз ол нені білдіреді? Ол мынаның құрамындағы тұздың мөлшерін білдіреді. Яғни 200 грамм бізде 100% болады да, и 20% таба салу керек болды. Қарапайым пропорциямен де анықтай салуға болады. Сонда бізде бұл жерде x тең 100 астына кетеді, 200 бен 20-ны көбейтеміз, мынаны қысқартамыз, 5 болады, 200-ді 5-ке бөлсек 40 грамм не бар екен, ішінде тұз бар екен. Және ерітінді деген нәрсе ол барлық массасын білдіреді. Ерітіндінің ішінде не болады? Тұз болуы мүмкін, немесе қант болуы мүмкін, немесе қышқыл болуы мүмкін, плюс су. Мынаның барлығы не болып табылады болар? Ерітінді болып табылады. Енді біз оны таптық. Енді келесі. Енді кішкене басқаша есеп шығарып көрейік. Мысалы 10 грамм тұзды суда ерітеді, 10% тұз ерітіндісін алады дейді. Енді 10 граммымыз бізде неше пайыз болып тұр? Ол 10% болып тұр. Енді 100%-ды табу керек қой. 100% деген ерітіндінің массасы. Енді осы жерде x-ті табатын болсақ, ол 100 грамм болады. Бұл ерітінді және тұз және судың массасы ғой. Сонда жауабы 100 болады. Ал егер бізден тек қана суды сұраса қанша болар еді? Су онда 90 болар еді. Өйткені оның 10 граммы тұз, 10 грамм тұз, 90 грамм су. Барлығы 100 грамм ғой. Так, енді мысалы егер бізге килограмммен берілетін болса, яғни процент ешқандай жоқ, 200 грамм қантты сумен араластырып, және 1 килограмм қант шәрбаты, яғни тәтті шай деп айтсақ та болады. Сонда 1 килограмм бізде 1000 грамм ғой. Осыны 100% деп алайық. Және 200 грамм бізде қант бар оның ішінде, оны тауып алайық. Проценттік мөлшер қанша болады? Сонда анау көбелек әдісімен 1000 астынан кетеді. 200 көбейтілген 100 болады мынау. Қысқартамыз, сонда 20% екен. 20% не бар ішінде? Қант бар, яғни концентрация деген соның мөлшері. Так, енді екінші деңгейде есептерді шығарайық. Мынандай бір есеп шығарып кетсек болады, қараңыздар. 600 грамм суға 400 грамм қант қосылды дейді. Бізге қанттың шәрбаттағы концентрациясы. Қант бізде 400 грамм ғой. 400 грамм қант. Соның процентін табу керек. 400 граммыз неше процент? X процент болады. Енді 100% дегеніміз бізде ерітіндінің массасы болу керек. Ерітінді деген ол барлығы ғой. Сонда 1000. Енді осы жерде x-ті табатын болсақ, x-іміз 40% болады. Өйткені мынау су, жаңа айтқанымыздай, мынау қант. Барлығын қоссақ бізде не болады? Ерітіндінің массасы болады. Енді мына жерде концентрацияны жалпы жақсырақ түсінуге мынандай сұрақтар бар. Мөлдір апай сорпа пісіріп жатыр. Сорпа кішкене ащылау, яғни тұздылау болды. Тұзы көп болды. Мұны түзеу үшін мөлдір апай не істеу керек? Яғни тамақ тұзы көп болып кетсе, оның ішіне не қосамыз? Су қосамыз. Өйткені сол кезде ол тұздың мысалы проценті, тұздың проценті 15% болуы мүмкін да. И оған біз су қосқан кезде оның процентін не істейміз біз? Азайтамыз. Яғни процент концентрация деген нәрсені сол заттың ащылығы деп, тәттілігі деп те айтсақ болады. Тәттілігі деген қант қосылса, мысалы. Мәди ағай сорпа пісіріп жатыр, ол сорпа бірнеше рет тұз салды. Кейін тұзы аз екенін білді де, тағы да тұз салды. Келесі тұжырымдардың қайсы дұрыс? Ол екінші тұз салғанда тұздың сорпасы концентрациясы аз болып қалады дейді. Керісінше тұз салған сайын оның концентрациясы не болады болар? Көп болып кетеді. Жақсы. 5% тұз ерітіндісіне тағы да тұз қосты. Төменде келтірген нұсқалардың қайсы тұз салғаннан кейінгі ерітіндінің концентрациясы бола алмайды дейді. 5%. Оның ішіне тұз қосса, оның пайызы өсу керек қой. Сонда ол 5,5 болуы мүмкін, 6 болуы мүмкін, немесе 10 болуы мүмкін. Қайсысы бола алмайды точно? Ол 4,5 бола алмайды. Неге? Өйткені тұз қосып жатыр, тұздың мөлшері өсіп жатыр. Демек, оның проценті де не істейді? Өседі деген сөз. Ал бізге сол бола алмайтыны сұрап жатыр. Төртінші сұрақ, 7% ерітіндіге тағы да су қосса не болады? Бола алады дейді. Ол су қосып еді, ол процентті ол өзгермей қалмайды. Немесе өсіп кетпейді оның процент, наоборот, аз болады. Жақсы, кеттік. Енді мынандай бір есептер шығарайық. Так, енді осы концентрацияны өзгертеміз. Мысалы, бізге осы жерде мен сіздерге бір универсальный әдіс көрсетем. Яғни кез келген жағдайда осы концентрацияға байланысты кептіру болсын, араластыру болсын қолдануға болатын. Ол мынау. Мысалы, мен қораптың ішіне, банка десек болады, 100 грамм тұз ерітіндісі бар. Астына процентін жазам. Ішіне массасын жазам.
Енді осыған 100 грамм су қостық. Тағы да 100 грамм. Енді қараңыз, бір банкаға тағы да үстіне 100 грамм су қосса, оның массасы неше болып кетеді? 200 болып кетеді. Енді осының несін сұрап жатыр бізден? Процентін сұрап жатыр. Сұрақ, мына су қосты ғой, иә? Осының проценті қанша болады мына? Судың құрамында қанша процент не бар? Тұз бар дейтін болсақ, әрине 0%. Өйткені таза су ғой. Енді не істейміз дейтін болсаңыз, көбейтеміз. 100-ді 10-ға көбейтем, 100-ді 0-ге көбейтем, әр қайсының проценттеріне көбейтіп шығам ғой. Сонда мынау 1000 болады, мынау 200x болады. Сонда x тең 5% болып кетеді екен. Енді қараңыз, ақылға салайық. 10% еді, су қосты, 10% төмендеу керек. Сонда 5% болады екен. Келесі. Мысалы, бізде не үшін 0 екенін түсіндік қой, иә? Мына үшінші есепті шығарып көрсек болады. Үшінші есеп. 10%-дық 80 грамм ерітіндіге дейді. 80 грамм 15%-дық, то есть. Енді осыған су қосты дейді 20 грамм. 20 грамм су. 0% болады. Енді пайда болған ерітіндіде біз ана екі ерітіндіні араластыратын кезде олардың массалары жай ғана қосылып кетеді ғой. Иә? Бір-біріне мысалы құятын болсаңыз 100 мл-ге 100 мл болсаңыз 200 мл болады ғой, тура сол сияқты. Енді мынаның процентін табу керек. Көбейтем. 80-ге 15-ті көбейтем. 1200, мынау 0, мынау 100x. Сонда x тең 12 болады. 12% пайда болады екен. Енді балалар, келесі есебіміз бізде 5-ші есепті шығарайық. Ол жерде екі ерітіндіні араластырады. Екі ерітіндіні. Яғни екеуінде де, мысалы жаңа біз су қостық, иә, араластырған кезде. А бұл жерде екеуі де, мысалы, ащы тәтті шайға онша тәтті емес шайды қоссақ не болады? 300 грамм болсын бізде 50%. И 100 грамм 30%. Қалай ойлайсыздар? Мысалы, мына тәттілігі аз дейік, 30%, мына тәттілігі қатты тәтті болып кетті. Екеуін араластырып едіңіз, оның тәттілігі не болады? Орташа болады, иә? Яғни соны анықтауымыз керек. Енді 300-ге 50-ді көбейтемін, 15000. Астына әрқашанда процент жазамыз, иә? Мұнда 3000. Так, мұнда 400x. Енді мынау менде неше? 18000 болады. Мынау 400x. Енді 18000-ді 400-ге бөлетін болсам, 45%-тік қант қышқыл ерітіндісі пайда болады екен. 45%. Яғни 50 мен 30-ның ортасында шығады ғой. Балар, барлық осы концентрацияға байланысты есептерде араластыратын кезде осы әдісті не істейміз? Қолданамыз. Мысалы, 7-ші есеп басқаша екен. Кеттік, 7-ші есеп шығарып көрейік. Бірінші есептің шартын оқып алайық. 95% күкірт қышқылын алу үшін дейді. 50 грамм 80%-дық, яғни құрамында 80% күкірт қышқыл бар деген сөз. 100% күкірт қышқыл қосу керек. Енді оның массасын білмеймін ғой мен, сондықтан x деймін. Қанша қосатынын білмеймін. Бірақ оның проценті қанша? 100%, яғни таза күкірт қышқылы. Чистый күкірт қышқылы. И мынаны екеуін қоссам, 50 қосу x болады. Ал мына жерде не болады? Проценті 95% болады. Қайдан алдым? Балар, 95% күкірт қышқылын алу үшін дейді. Алу үшін, яғни өнім пайда болады, иә? Енді 50-ге 80-ді көбейтем, 4000, 100x болады мынау. 4750 болады мынау. Қосу 95x болады. Қосу 95x болады. Енді 100x азайту 95x болады. 4750 азайту 4000 болады. Сонда мына 5x, мына 750. Сонда x тең 150 шығады екен. Демек 150 грамм таза күкірт қышқылын қоссақ, біз 80%-дан 95% алады екенбіз. Яғни процент өседі ғой, өйткені біз таза күкірт қышқылын қосып жатырмыз. Кеттік. Енді 3-ші деңгейде бір есеп шығарып көрейік. Мынау концентрация дегеніміз балқымаға да жарай береді, яғни араластырады ғой. 16 кг мыс пен қалайы қоспасы құрамында 25% қалайы бар. Пайда болған жаңа қорытпа құрамында 60% қалайы болу үшін не бетеміз? 16 кг, ішіне килограмм жазады. 25% қалайы. Енді қалайы көбірек болу үшін таза қалайы қос дейді. Білмеймін қанша қосатын, x деймін, бірақ ол 100% болады. Өйткені таза қалайы. Мыс керек емес ішінде маған. 16 қосу x, 60% болады. Ол да ары қарай уже теңдеу. 16-ға 55-ті көбейтемін. Қосу 100x. Мына 60-ты көбейтетін кезде жақша қалу керек болар. Бағана айтпаған шығармын.
Так, 16-ны 25-ке көбейтетін болсақ, 800, 550, 850, 880 шыға ма? 880, мына менде плюс 100х болады, мына жақта 960 болады, плюс 60х болады. Енді 100х-ны азайту 60х тең 960 азайту 880. Сонда мынау 40х болады да, мынау менде 80 болады. 80-ді 40-қа бөлетін болсақ 2. Сонда 2 килограмм қосса қалай жетеді екен. Жалпы осы балалар, бұл жерден қораптың ішіне қосатын нәрселерді тоже дұрыс бөлу керек. Енді кептіруге бұйырса тағы да сабақ түсіріп жіберем. Енді осыған байланысты тест тапсырмасын береміз. Сол тест тапсырмаларды орындайық. Келістік пе? Енді барлығы осы формада шығарылады балалар. Ешқандай бір несі жоқ, ерекшелігі жоқ. Тура жаңағыдай. Қайсысы белгісіз болады, соны x арқылы өрнектеу ғана ғой.